Мақта қыз бен мысық. Мақта қыз бен мысық екеуі дос болып жүреді. Бір күні мақта қыз үйді жинап жүрсе, бір мейіз тауып алады. Мысықты шақырады, келмейді, шақырады, келмейді. Сосын келмесең ғой деп өзі жеп алады. Мысық келіп, неге шақырдың дейді. Айтпайды. Сосын мысық айтады. Ендеше қатығынды төгемін дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Апа, құйрығымды берші дейді. Сосын мақта қыз менің қатығымды төлеп бер дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр, маған қатық берші дейді. Сиыр айтады, мен қарным қатты ашып тұр, маған жапырақ әкеліп бер дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш, жапырағынды берші дейді. Ағаш айтады, мен шөлдеп тұрмын, су әкелсең жапырақ беремін дейді. Суға бара жатса, су әкеліп жатқан қыздарды көреді. Қыздар, маған су беріңдерші дейді. Қыздар, бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз дейді. Мысық дүкенге барады. Ай, дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші, маған тұқым бер дейді. Мысық тауықтарға барады. Тауық, маған тұқым беріңдерші дейді. Тауықтар айтады, бізге дән әкеліп берсең, біз саған тұқым береміз дейді. Мысық, енді не қыламын деп бара жатса, бірін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды қорқытып, жаным барында айт, үйінде не бар дейді. Тышқан қорыққаннан, үйімде бір батпан тарым бар дейді. Мысық айтады, маған бір уыс тар бер дейді. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары береді. Тарыны апарып, тауыққа береді. Тауық тұқым береді. Тұқымды апарып, дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып, қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып, ағашқа береді. Ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақта қызға береді. Мақта қыз мысыққа құйрығын береді. Сөйтіп мысық мұрат мақсатына жетіпті.